сіздерге таным-жорық нәтижесі жайында айтатын боламын. 2018 жылдың 22-27 тамыз аралығында подстепный Ақсуат, Федорко төңкеріс, Федорко Ұзынкөл подстепный бағыты бойынша бірінші қиындық категориясындағы веложорық болып өтті. Жорықты негізгі ұйымдастырушы подстепный қазақ жалпы орта білім беретін мектебі және Теректі аудандық балалар жасөспірімдер туризмі және де экология орталығы. Маршруттың жалпы ұзындығы 250 км. Саяхаттың ұзақтығы 6 күн, оның 5 күнін далада қону. Топ құрамы негізінен 4 адамнан тұрады. Оның құрамында жетекші, эколог, өлкетанушы, фотограф, медициналық көмек көрсетуші, күнделік жүргізуші болып өз міндеттерімен бөлісті. Веложорықтың негізгі мақсаты қиын жорықтары негізінде туристік экологиялық тәжірибені арттыру, туристік дағды және тұрмыстағы қалыптастыру, салауатты өмір салтын насихаттау, оқушылардың қоршаған орта туралы білімін толықтыру, оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану. Жүру бағыты жорық айналмалы: подстепный ауылы, Ақсуат, Қабылтөбе, Федорко, төңкеріс, Ұзынкөл, подстепный ауылы. Айналмалы жол бағытының бастауы және аяқталуы подстепный ауылы. Веложорықтың жол сызбасы фотосуретте. Бағыттың өзгеруі және оның себептері. Жорықтың 2 күнде Ақсуат Қабылтөбе бағытын Ақсуат Федорко бағытында өзгертілді, себебі түнімен жауған жаңбырдан кейін Қабылтөбе ауылына дейін дала жолынан балшық болуына байланысты жергілікті тұрғындардан ақыл беруімен тас жолмен Федорко ауылына бардық. Подстепный Ақсуат бағыты. Ауылдың атауы ақ сазды жардан шыққан. Тас жолдың екі жағында түрлі пластикалық ыдыстардың сынған, әйнек ыдыстардың қалдығы көп екені бірден байқалды. Ақсуат Федорко бағыты. Келесі бағытымыз төңкеріс ауылы. Тұсқайта Солянка өзеніне жеттік. Өзеннің жалпы ұзындығы 51 шақырым. Ащы Солянка өзені Орал маңы үстіртінің бөктерінен бастау алып, Жайық өзеніне қарай аға отырып, өзен арнасы тұз күмбездеріндегі Юра дәуірінің көмірлі қара саздардан ашық қабатқа шығарады. Ұзындығы 250 метрге созылып, биіктігі 5 метрге дейін жететін жаңадан пайда болған жер Юра мен Бор кезеңдерінің тасқа айналған фаунасына аса бай жоғарғы Юра саздарынан тұрады. Келесі бағытымыз төңкеріс Федорко бағыты. Төңкеріс ауылынан негізгі шығатын бағыт Ұзынкөл ауылы болғанмен де екі орталы өте қашық болуы және жолдың тек қана дала арқылы өтуіне байланысты бағытты өзгертіп Федорко ауылына екінші қайтара бардық. Сапарға шықпастан бұрын ауылдан 3 шақырым қашықтықта орналасқан Алевастыр жарына бардық. Жайық өзенінің суы тұз күмбездерінің өзегін жарып өтіп, облыстағы өте ежелгі болып саналатын Перім Триас кезеңдерінің жыныстарын сонымен қатар гипс шығатын жерлерді ашады. Бұрын жардан гипс өндіріліп, алебастыр өңдейтін завод жұмыс жасап тұрған. Келесі бағытымыз Федорко Ұзынкөл. Ұзынкөл су бөгені және соны жағалай өскен орман алқабы көрініп тұрды. Покатиловка ауылынан Ұзынкөл ауылына дейін тіке дала жолмен бағыт алдық. Жол бойына бидай күнбағыс егіп тастаған. Осы бағытпен жүре отырып, Бароста өзеніне тірелдік. Ұзынкөл су бөгенінің өсімдік әлеміне тіршілік ету жағдайлары өзінше бір ерекше құбылыс болып тұр. Өсімдіктердің өсуіндегі негізгі ерекшелік негізгі денесі су бетіне орналасып, ал су түбіне мықты тамыры арқылы бекінуінде. Су бетіне көрген кәдімгі жебе жапырақ, кәдімгі қамыс. Ұзынкөл подстепный. Подстепный бағытында жол жиегіндегі орман желек ортасында дала жолымен бағыт алдық. Біз келе жатқан бағытта егістік алқаптары орналасқан. Жорық қорытындысы. Велотуризм техникасын барынша меңгеріп, далалық жағдайларда кездесетін қиындықтарды жеңуге дағдыланып, туған өлкенің табиғатының ерекшеліктерінің өз көздерімен көруге және оны аялай білуге үйренді. Маршрут басында кездескен елді мекендерді орналасу жағдайына және халықтың тұрмыс әрекетіне, қоршаған ортаны қорғау экологиялық жағдайына назар аудардық. Осы алған білімдердің табиғатқа қалай әсер етуге болатындығы туралы ой салды. Алыс қашықтыққа саяхат жасау арқылы өсімдіктер мен жануарлардың өмір сүру ортасымен танысып, оларды көп түрлілігіне мән берді.